Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrmenді жамағат, құрметті аға бауырлар, Аллаху субханаху ва тағала ниеттерімізді қабыл етіп, әрбір басып келген қадамдарымызға сауаптан жазсын. Бүгінгі тарауих намазында алдындағы кезекті уағызымыз 5 уақыт намаз оқудың дәрежесі мен сауабы туралы. Міне осындай керемет қасиетті айта тұрып, мешітімізге жаңадан үйреніп, жаңадан келіп жүрген бауырларымыз бар. 5 уақытқа енді тұрып жатқан бауырларымыз бар. Енді тұрайын деп жатқан, енді қосылып жатқан бауырларымыз бар. Өткені осы жамағаттың арасында, бауырлардың арасында көп естиміз. Рамазан менің 5 уақыт намаз оқуыма себепші болды деген. Осы Рамазаннан кейін, осы Рамазанның ішінде көп бауырларымыз жаңадан келіп 5 уақытты бастап кетіп жатыр иншалла. Алла сауаптан нұрынан жазсын. Сол енді намаздың негізінің өзінің артықшылығы, дәрежесі. Аллаху субханаху ва тағала осы намаз туралы, исламның тірегі, Құранның 87 жерде осы намаз бұйырылған туралы аяттар бұйырылып келгені көптеген аяттар да бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да осы намаз туралы сахабаларына, біздерге былай деп кеткен: намаз діннің тірегі, мұъминнің миғражы, жұмақтың кілті, көзімнің нұры деп айтып кеткен. Бұл сөздеріңізде жоғары сөздерге қарасақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөздерді жайдан жай айтқан жоқ. Өйткені сол намаз оқыған кезде сондай үлкен ләззатқа, сондай үлкен бір неге Алламен бір байланысқа, сондай бір мінәжатқа, байланысқа не болатын болған, сауапқа иеленетін болған. Міне қадірмен жамағат, Аллаху субханаху ва тағала аяттарда, жаңа жоғарыда айтып кеттік, көптеген аяттарда намаз туралы бұйырады. Өйткені намаз мұсылманның, жаңа айтып өткенде, бір тіректерінің бірі, және еске салу мақсатында. Мысалы 5 уақыт біз пенде болғаннан кейін ұмытшақпыз. Кейбір кезде бір кішігірім күнәларды, қателіктер жасап қоямыз. Бірақ солардың арасында адам дәрет алып, намаз оқып, Алланың алдында тұрғаннан кейін бір кішігірім қателіктерге, үлкен күнәларға баруға не істейді екен? Тартынады екен, ұялады екен. Өйткені Алланың алдында тұрып, Алланың сол жаңағы айтқан бұйрықтарын, Алланың айтқан сол аяттарын еске түсіріп, жаман әрекеттерге баруға не істейді екен? Тартынады екен. Намаздың артықшылығына тоқтап кететін болсақ, бірінші, сол жаңа айтып өттік, арсыздықтан тияды, жаман ойлардан тияды. Келесі, күнәлардың кешірілуіне себепші болады дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің кезекті хадис шарифінде: қалай ойлайсыңдар, егерде сендердің біреулерінің есіктерінің алдында бір өзен ағып жатса, сол өзенге күнделікті 5 мәрте шомылып, жуынып шықса, оның бойында кір, бір ластық зат қала ма дейді. Сонда сахабалар: жоқ дейді. Сол секілді 5 уақыт намазда не істейді? Адамның істеген қателіктерін, яғни бір кішігірім күнәларын жуып салады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен біздерге осылай хадис шарифінде баяндап отыр. Яғни күнәлардың кешірілуіне, кішігірім қателіктеріміздің кешірілуіне себепкер болады екен. Яғни келесі намаздың бір артықшылығы ол Аллаху субханаху ва тағала жаратушы Жаббаремізге шүкіршілік ету. Өйткені келесі аятта, Нахл сүресінің 78 аятында: "Астағфируллах, валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'a ва жа'ала лакумус сам'a вал абсара вал афида ла'аллакум ташкурун." Алла сендерді аналарыңның құрсағынан еш нәрсе білмейтін түрде шығарды. Сосын сендерге есту, көру, ойлау қабілетін берді. Әрине шүкіршілік етерсіңдер деп Аллаху субханаху ва тағала осы Нахл сүресінде біздер мен сіздерге не істеп жатыр? Шүкіршілік етіңіздер деп жатыр. Әрдайым мына ата-бабаларымыздың сондай дана сөздер бар: 12 мүшең сау болса, ханмен тең деген. Яғни таңертең тұрып, егер 12 мүшеңіз сау болса, алдыңызда денсаулығыңыз болса, рызық несібеңіз болса, соған
көптеген шүкіршілік жасау. Міне намаздың бір артықшылығы сол Құдайға деген, Аллаға деген біздің шүкіршілігіміз, не істеуіміз, ризалығымыз. Өйткені Аллаху субханаху ва тағала басқа да аятта айтарда, кімде-кім шүкір етсе, мен оған арттырам дейді. Яғни шүкіршілік арқылы біз жүрегімізді, ойымызды тазартады екенбіз. Міне намаздың сондай үлкен, өзінің сондай бір дәрежесі екен. Төртіншісі ақиреттің азығы. Сондай ықыласпен берілген күйде намаз оқыған мұъминдер расында құтылды деп айтқан. Мұъмин сүресінің 1-2 аяттарында. Яғни кімде-кім шынайы түрде Аллаға мінәжат етіп намаз оқыса, расында құтылды деп Аллаху субханаху ва тағала біздерді, сіздерді сүйіншілеп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, білесіздер, осындай хадисі бар. Қиямет күні пенденің амалдарының ең әуелі сұралатыны намаз. Егер намазы дұрыс болса, онда пенде қуанышқа бөлініп, игілікке қол жеткізеді деген екен. Яғни қияметте Алланың алдында тұрған кезде пенденің сұралатын амалдардың ең бірі намаз екен. Сол намаз дұрыс болса, онда оның уайым қайғысы болмайды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздың артықшылығы мен дәрежесі туралы сіздермен біздерге осылай түсіндіріп кеткен екен. Қадірмен жамағат, сол үшін күнделікті намаздарымызға бекем болайық, тұрақты болайық, иншалла. Алла тағала сол тұрақты, өзінің сүйікті, иманы мықты болған көркем мінезді мұсылман бауырларымыздан болуды Алла қабілет нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил алямин.